Атың кім балам? Менің атым Арсаттар Оңғарбай Сералға. Бұл жақтың баласы ұқсамайсың. Қайдан болды? Көке, оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Жетісай қаласынанмын. Мектепте оқисың ба? Жоқ көке, мен Ғани Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық колледжінің математика пәні мұғалімдік мамандығын аяқтадым. Бұл жақта жайсың? Тойға келдің бе? Жоқ көке, мен елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жастарды қолдау мақсатында ашылған дипломмен ауылға бағдарламасымен Новокаменка ауылына математика пәнінің мұғалімі болып келе жаттым. О, бәрекелді балам. Ауыл балаларды оқытып, биік шыңдарды көрсетіп, жасы жетістіктерге жеткізе бер. Мен ары қарай тура кетемін. Сен осы жерде түсіп қал. Алдында Новокаменка ауылы. Жолың болсын балам. Рахмет көке. 2010 жылдан бері Новокаменка орта мектебінде қызмет атқарудамын. Қазіргі таңда осы мектептің математика пәнінің мұғалімін. Осы 12 жылда жеткен жетістіктеріміз бен бағындырған белестеріміз туралы сіздерді таныстыра кетейін. Ал ендеше кеттік. Абай атамыз ескілердің айтқанын ескерген есті болады дейді. Мұғалімдердің, яғни әріптестерімнің айтқан ақылдары мен көрсеткен көмектерін ескере отырып, мен өзімді әлі де дамыту үстіндемін. Мен үшін балалармен жұмыс жасау өте қызықты процесс болғандықтан, жұмысыма бейімделу тез болды. Оған қоса мектебіміздің тәлімгер ұстаздары да көмектерін аямады. Арсаттаров Оңғарбай Сералыұлы өзіне тән ұстаздық қасиеттерін таныта білген білімді маман, өзінің пәнін жетік білетін ұстаз. Алға қойған мақсаттары көп, үнемі ізденіс үстінде болашағынан үміт күттіретін азамат. Мен оқушыларымның математика пәнін оқуға емес, жақсы көруге үйреткім келді. Математика пәнін беру барысында жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, сабақтарды қызықты өткізудемін. Негізгі мақсатым қазіргі заман талабына сай оқушылардың математикалық сауаттылықтарын арттырып, жақсы нәтижелерге жеткізіп, дарынды балаларды тәрбиелеу. Менің өзі екі ұлымды оқытып, екінші ұлым осы кісінің қолдауымен әйтеуір бойындағы бар қасиетті бағалап, білім инновация лицейіне түсіп, қазіргі таңда 9 сынып оқушысы. Бұл кісіге айтар алғысым шексіз. Әрбір оқушы ұлы математик болуы шарт емес. Оқушыларға математика пәнін меңгертумен қатар, жан-жақты дамыған, адамгершілігі мол, өзінің міндеттерін білетін, рухы биік тұлғаларды тәрбиелегім келеді. 2015 жылға дейін Қызылжар ауданындағы Новокаменка ауылында ешқандай жайдарманға қатысатын құрама болған жоқ. Осы Оңғарбай ағайымыздың арқасында алғашқы құрама шығып, біз алғашқы бірінші орнымызды алған болатынбыз. Шынымен де ауылдың баласы үшін бұл біз үшін үлкен жетістік. Бүкіл әлемде болып жатқан пандемияға қарсы еліміздің білім беру жүйесі де қашықтықтан оқыту жүйесіне көшті. Белсенді жастар қоғамдық қоры ұйымдастырған волонтерлік топ құрылды. Осы волонтерлік топта жүріп, шалғай ауылдағы балаларға қашықтықтан математика және математикалық сауаттылық сабақтарынан ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық жүргіздік. Осы бір тәжірибеміз Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің Foundation факультетінен қолдау тауып, алыс жақын шет елдердегі қандастарымызға математикалық сауаттылық пәнінен дайындық жүргізіп, ұлттық бірыңғай тестілеуден жақсы жетістіктерге жеттік. Мен Артықбаева Анаргүл, Өзбекстан Республикасына келген студентпін. Былтыр 2021-2022 жылдары Foundation факультетіне оқуға түстім. Және де ол жерде математика сауаттылық сабағынан бізге Оңғарбай аға сабақ өткен болатын. Біз Оңғарбай ағаның кеңестерін тыңдап,
өте жақсы нәтижелерге жеттік. Қорытындылай келе, ауылдың әрбір баласы ерте жастан ауылдың күйбелең тірлігіне араласып, білім, ғылым жағынан артта қалып қоймауы тиіс. Өйткені әрбір қазақтың баласы дарынды. Оларға дұрыс бағыт-бағдар беру сізбен біздің парызымыз. Қазіргі заман білімді жастардың қолында. Ал ендіше жаңа Қазақстанда жаңа жол салу менің басты мақсатым. Сабаққа мән береді әр жүйелеу, ұстаз ойы талапшыл, жанды демеу, мұғалім болудағы бар арманым, мағжан сенген жастарды тәрбиелеу.